Ал осы кәсіпкерлік бензин тапшылығы халықтың көңіл күйі төңірегіндегі әңгімені жалғастыру үшін студиямызға саясаткер Әміржан Қосанов мырзаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Әміржан мырза, Фейсбуктегі парақшаңызда жарғысында бір ғана пункті бар, диван партиясын құрсақ депсіз. Бұл қалжың ба әлде шын ба, жалпы партияның мәнісіне? Мен басында да айттым, әзіл шыны аралас деп. Яғни бұл әзілде бар, шында бар, қоғамда белсенділік керек. Ол дивандағы белсенділік бола ма, алаңдағы белсенділік бола ма, оны Құдайдың өзі біледі. Бірақ қалай болғанда да маған қазіргі таңда Қазақстан қоғамындағы, әсіресе жастар ішіндегі бір енжарлық ұнамайды. Ол тек қана оппозицияға ғана тән емес, жалпы қоғамдық өзгерістер болу үшін қоғамның өзі қозғалыс жасау керек. Бұл содан амалсыздан туған бір қалжың деп қабылдаңыздар. Жалпы үкіметті, билікті диванда жатып, мақала жазып сынау оңай. Сіз егер министр болсаңыз, бүгінгі таңдағы бензин тапшылығы мәселесін шеше алар ма едіңіз? 23 жыл ішінде біз өзіміздің тапқан мұнайды өңдейтін зауыттарды дұрыстап жасай алмадық. Меніңше бұған ең басты үлкен кесір болған сөз, бұл ресейлік бензинді қолдап отырған, соны сатып алу керек дейтін лоббистер деп ойлаймын. Өйткені меніңше үкіметтің ішінде де халықты ойлайтын, патриоттық сезімі бар, Қазақстан экономикасын соның ішінде бензин өндіруді қолдайтын азаматтар бар ғой. Бірақ сол лоббистердің кесірінен деп ойлаймын. Екіншіден, бізге жауапты билік керек. Осы соңғы кезде әлеуметтік желідегі, мәселен, Школьник мырзаның бензинді үнемдеу үшін жұмысқа мінгесіп бір машинамен барыңыздар деген қалжың болып кетті ғой, демотиваторлар шығып жатыр. Мен айтар едім, бізге ондай кеңес беретін шенеуніктер емес, осы мәселені халықтың алдына шығып, 1-2-3 жылдың ішінде біз шеше аламыз. 3 жылдың ішінде Қазақстан бензин жағынан өзін-өзі қамтамасыз етеді дейтін шенеуніктерді билікке қою керек. Мәселен, Украинаның өзі кешегі Ресейдегі газдың жағдайына байланысты, біз 5 жылдың ішінде Ресейдің газсыз өмір сүреміз деген жоспар қойып отыр. Сондықтан қалжыңдауға да болатын шығар бензин туралы. Бірақ мен айтар едім, қазіргі жағдай ол маған трагикомедияны еске алады. Жақсы. Қазір ешбір партияда жоқ, сіз өзіңізді тәуелсіз саясаткер деп атап жүрсіз, тіпті қоғамда оппозиция деген ұғымның өзі жойылып бара жатқан сияқты. Жалпы сіздің осындайда не нәрсеге жаныңыз ауырады? Түн ортасында оянып кетіп, бір мұңға батқан, ойға шомылған кездеріңіз болды ма? Түнде оянып, шырт ұйқыдан ойландым деп айта алмаспын, бірақ жалпы осы 16 жыл Қазақстан саяси аренасында жүргенде мені екі нәрсе өте қатты қобалжытады, толғандырады. Біріншіден, бұл кезінде 98 жылы, 2005 жылы бірігіп ұйым құрған, әртүрлі идеялық бағыттағы ұйымдардың, азаматтардың басын қосқан оппозицияны сағынамын. Ол кезде біз шынымен де мықты едік. Біз мықты болғаннан кейін билік бізбен санасуға мәжбүр болды. Қатты айтсам кешіріңіз, тіпті біздің әріптестерімізді қинап, соттап, өлтіргеннің өзі сол оппозициядан бір биліктің қорыққаны болды деп ойлаймын. Біз сондай бір үлкен биік шыңдарға жете алдық. Бірақ өкінішке орай соңғы 2 жылдың ішінде Қазақстан оппозициясы әсіресе партиялық тұрғыдан алғанда өте қатты әлсіреп қалды. Яғни біз бірлігімізден айырылып қалдық. Белгілі бір тұлғалардың амбициясы, мен кейде ойлаймын, бәлкім биліктің өзінің тапсырмасы шығар. Өйткені 2016-2017 жылы екі үлкен сайлау келе жатыр. Президент сайлауы, парламент сайлауы. Соның алдында осы оппозицияны ақсатып, күшінен айырып, берекесін кетіріп, ұрду-дұрду қылу бір үлкен сценарий болған сияқты. Екінші мәселе, мен толғандыратыны, және мен оған қуанам, қалай болғанда да оппозициялық қызметті тек қана партия қызметімен салыстыруға болмайды. Қоғамдық күштер, жаңа тұлғалар, әсіресе жастар, оның ішінде ұлттық тұрғыда ойланатын, ұлттық тұрғыда мәселе қойылатын жаңа толқын келе жатыр. Мен соған қуанам, және 2006-2017 жылдары дәл сол толқынға үлкен үміт артам. Қолымнан келсе соларға кеңесші болуға мен дайынмын. Бұлдыр көлік қағып аяғыңызды ауыртып алған едіңіз. Қазір қалай жағдайыңыз? Аяқ жақсы, Құдайға шүкір. Ең бастысы бас аман. Әрине мен үшін үлкен сын болды. Одан кейін мен өзімнің тәубама келіп, мүшелден шығарда 5 күн қалдығынан да болған оқиға. Тәу өтіп барып, әулиелерге барып қайттым.
және де осы кезде мен өзімнің үйде жарты жыл жатқан кезде досым кім, дұшпаным кім екенін таныдым. Оған да рахмет. Аман сау жүріңіз. Сізде азаматтарды тобықтан ешкім қақпасын. Сізге де рахмет. Рахмет. Студиямызда қонақта болған саясаткер Әміржан Қосанов. Хабарымыз жалғастырамыз.